Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бұл әлемдік қаржы нарықтарына арналған апталық шолу алдағы 10 минутта валюта нарығына, мұнай мен алтын бағасына ықпал ететін басты оқиғаларды талдайтын боламыз. Сонымен қатар ақш федералдық резервтік жүйесінің қандай шешімдер күтілетінін, қандай макроэкономикалық көрсеткіштер инвесторлардың көңіл күйін өзгертуі мүмкін, және неге дәл осы апта айдың соңына дейінгі нарықта болатын бағытты анықтайтынын ықтимал екенін қарастыратын боламыз. Аптаның басты оқиғалары туралы айта кететін болсақ, өткен аптаның қорытындысынан кейін әлемдік қаржы нарықтары жаңа аптаны салыстырмалы түрде тыныш көңіл күймен бастап жатқанын айта кету керек. Дегенмен бұл тыныштық ұзаққа созылмауы мүмкін, себебі нарықтың басты назарында ақш-тың ақша несие саясаты тұр. ақш еңбек нарығы бойынша жарияланған әлсіз статистика инвесторларды федералдық резервтік жүйесінің алдағы қадамдарына қатысты көзқарасын қайта қарастыруға мәжбүр етуде. Сондықтан осы аптаның ең маңызды оқиғаларының бірі сәрсенбі күні жарияланатын федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттамасы. Инвесторлар құжаттан ақш реттеушінің экономикасы баяулауына қаншалықты алаңдайтынын және пайыздық мөлшерлемелер бойынша алдағы жоспарларын анықтауға тырысып көретін болады. Сонымен қатар ақш-тың қызмет көрсету секторындағы ISM іскерлік белсенділік индексі жарияланатынын да айта кетейік. Қызмет көрсету саласы Америка экономикасының негізгі бөлігін жалпы құрайтындықтан бұл көрсеткіштердің күткеннен жоғары немесе төмен шығуы доллардың бағамына айтарлықтай өз әсерін тигізуі мүмкін. Апта бойы федералдық резервтік жүйесінің өкілдері де сөз сөйледі. Олардың мәлімдемелері нарыққа қосымша бағыт беруі әбден ықтимал. ақстан тыс жерде инвесторлардың назары Германияның өзінер кәсіптік өндірісіне, Канада банкінің іскерлік белсенділік жөніндегі есебіне және Канаданың еңбек нарығы бойынша статистикасына ауады. Бұл көрсеткіштер еуро мен канадалық доллардың қозғалысына ықпал етуі мүмкін. Шикізат нарығында да негізгі назар әлі де таяу шығыста болып жатқанын айта кету қажет. Ормыз бұғасы арқылы мұнай жеткізіліміне қатысты тәуекелдер бір шама азайғанымен геосаяси белгісіздік толық жойылған жоқ. Сонымен қатар ОПЕК плюс өндірісті ұлғайту туралы шешім қабылдап, бұл мұнай бағасына қосымша қысым түсіріп жатыр. Еуро-доллар жұбы туралы айтатын болсақ, бұл валюталық жұп осы аптаны Атлант мұхитының екі жағынан келетін маңызды жаңалықтарға күте отырып бастады. ақш доллары инфляция мен экономикалық өсімге қатысты жаңа деректерге өте сезімтал болып жатыр. Ал еуро аймақта өндірістік белсенділіктің әлсіздігі еуроның нығаюына кедергі келтіруде. Егер федералдық резервтік жүйесінің хаттамасы күткеннен жұмсақ сипатта болса, еуро қосымша қолдау алуы әбден мүмкін деп айтып жатыр дәл қазір сарапшылар. Алайда Еуропадағы әлсіз экономикалық көрсеткіштер еуроның өсу әлеуетін шектеуді жалғастыруда. Осы аптада трейдерлер Германия экономикалық статистикасына, Еуропалық орталық банк өкілдерінің мәлімдемелеріне және ФРЖ хаттамаларына ерекше назар аударып жатыр. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де ұлыбританиялық фунт және доллардың жұбы. Британ фунт негізгі валюталардың ішінде салыстырмалы түрде тұрақты болып қалып жатыр. Англия банкі инфляциялық тәуекелдер толық жойылмағандықтан пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге асығын емес. Бұл жағдай фунтқа белгілі бір қолдау көрсетіп жатқанын да айта кету қажет. Сонымен қатар инвесторлар Англия банкі басшысы Эндрю Бейлидің мәлімдемелері мен Ұлыбритания экономикасына қатысты жаңа деректерді бақылауда ұстап жатыр. Егер экономикалық өсімнің баяулауы байқалса, фунттың әрі қарай нығаюы шектелуі әбден ықтимал. Келесі тақырып ол әрине де жапониялық иена және доллар арасындағы жұп. Доллар иена жұбы әлемдік валюта нарығындағы ең қызықты активтердің бірі болып қала береді. Негізгі фактор ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы. Бұл айырмашылық доллардың иенаға қатысты жоғары деңгейде сақталуына ықпал етуде. Сонымен қатар нарық Жапония үкіметінің валюталық интервенция жасау ықтималдылығын қайта талқылай бастады. Егер доллар бағамы шамадан тыс өсетін болса, Жапония қаржы министрлігі нарыққа араласуы немесе қатаң мәлімдеме жасауы мүмкін деген ой-пікірлер сарапшылар арасында шамасымен сәуір немесе мамыр айынан келе жатқан оқиға. Сондықтан осы аптада дәл осы валюта жұбы ең құбылмалы активтердің бірі болуы әбден мүмкін деп санап жатыр біздің сарапшылар. Келесі біз қозғайтын тақырып ол әрине де канадалық доллар және америкалық доллар жұбы екенін айта кету қажет. Канадалық доллардың қозғалысына екі бірдей негізгі фактор өз ықпалын тигізуде. Оның біріншісі әрине де мұнай бағасы, екіншісі Канада банкінің алдағы ақша несие саясатына қатысты инвесторлардың күтуі екенін
айта кету қажет. Осы аптада канадалық банкінің іскерлік белсенділік жөніндегі есебі мен жұма күні жарияланатын еңбек нарығы статистикасы басты назарда болады. Егер көрсеткіштер жақсы шықса, канадалық доллар нығаюы мүмкін. Алайда мұнай бағасының төмендеуі оның өсу әлеуетін шектеуі ықтимал. Келесі тақырып ол әрине де WTI маркалы мұнай нарығында қысым астында қалып отырғанын айта кету қажет. Басты себептердің бірі ол әрине де OPEC плюс елдерінің өндірісті ұлғайту туралы шешімі. Бұл әлемдік нарықтағы ұсыныстың артуына байланысты алаңдаушылықтарды күшейтуде. Сонымен қатар Ормұз бұғасы арқылы мұнай жеткізіліміне қатысты қауіптердің азаюы геосаяси тәуекел сыйақысының төмендеуіне алып келеді. Дегенмен таяу шығыстағы кез келген күтпеген оқиға мұнай бағасының қайтадан күрт көтерілуіне себеп болуы мүмкін деп санауда көпшілік сарапшылар. Алтын бағасы туралы тақырыпты қозғайтын болсақ, өткен аптаның соңындағы өсімнен кейін алтын бағасы қазіргі таңда тұрақтану кезеңіне өтіп жатқанын айта кету қажет. Алтынның қымбаттауына ақш-та пайыздық мөлшерлемелердің әрі қарай көтерілуі ықтималдылығы төмендеуі әсер етуде. Дегенмен қазір инвесторлар федералдық резервтік жүйесінің хаттамасын күтуде. Егер құжат реттеушінің ақша несие саясатын жұмсартуға дайын екенін көрсетсе, алтын бағасының өсуі жалғасуы мүмкін. Ал егер ФРЖ қатаң ұстанымын әрмен қарай сақтайтын болса, бағалы металлға қысым күшеюі әбден ықтимал. Әрмен қарай бізде бар өте бір маңызды сұрақ, ол әрине де трейдерлер нені бақылау керек деген сұрақ. Және бұған жауап мынандай: аптаның соңына дейін ерекше назар аударуға тиіс 4 негізгі оқиға бар. Біріншісі ақш-тың қызмет көрсету секторындағы ISM индексі, екіншісі федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттамасы, үшіншісі Канаданың еңбек нарығы бойынша статистикасы, және төртінші ол әрине де әлемнің жетекші орталық банктерінің өкілдерінің мәлімдемелері. Дәл осы факторлар доллардың әрі қарай қозғалысын және соған сәйкес негізгі валюта жұптарының мұнай мен алтын бағасының бағытын анықтауы мүмкін. Айтылған жағдайлардың бәрін қорытындай келетін болсақ, бұл апта жаңалықтар саны жағынан аса қарқынды болмаса да, нарық алдағы бағытын анықтайтын маңызды кезең болады. Егер федералдық резервтік жүйесінің хаттамасы жұмсақ саясатқа бейімділікті көрсетсе, доллар әлсіреп, еурофунт және алтын бағасы көтерілуі мүмкін. Ал егер америкалық реттеуші бұрындағыдай қатаң ұстанымын сақтайтын болса, доллар қайтадан нығайып, шикізат нарығына қысым артуы әбден ықтимал. Және достар, осындай мінекей кішігірім бізде жаңалықтарға толу. Назарларыңызға үлкен рахмет айтамыз біріншіден. Екіншіден, әрине де міндетті түрде біздің YouTube, Telegram, Instagram парақшаларымызға жазылып кетіп, хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Және міндетті түрде Market Central Asia YouTube арнасына, басқа да әлеуметтік желілерде жазылып кетіңіздер. Және қолдауларыңыз үшін мыңда бір рахмет. Келесі брифингтер және видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.